Оқушылар, бүгінгі сабаққа дайындықтарыңыз қалай? Көңіл-күйлеріңіз қалай? Өте жақсы, иә? Олай болса, бүгінгі жаңа тақырыбымызды бастау үшін тақтаға қарай қойып, көп сурет, бір сөз әдісі арқылы бүгінгі сабақтың тақырыбын ашамыз. Ойланып көріңіздер, өз ойларыңды айтып көріңіздерші. Қандай тақырып туралы біздер бүгінгі сабақты өтейін деп тұрмыз? Дене сүйектері, олардың қозғалысы, адамның қаңқа құрылысы және бұлшықеттерінің маңызы деген тақырыпты бүгін біздер өтетін боламыз. Дәптеріңізді ашайық та бүгінгі тақырыпты жазып ала қойыңыз. Адамның қаңқа құрылысын сипаттау және бұлшықеттің құрылысын сипаттау. Бүгінгі сабағымыздың толықтай өтуін осы мақсатқа байланысты жүргізетін боламыз. Осыған байланысты тапсырмалар болады, соның барлығын белсенді түрде орындайтын боламыз. Тақтаға қарай қойыңыздар оқушылар. Қозғалыс бұл өмір. Бұл суреттерге қарап отырып, кім қандай ой түйе алады, кім қандай ой айта алады. Адам өмірінде қозғалыссыз жүре алмайды. Сол себепті бұл өмірде қозғалыссыз жүру мүмкін емес. Өмір сүру мүмкін емес. Қандай ой түйе айта аласыңдар? Айбар. Егер адам қозғалыс жасаса, ол өзінің денсаулығына пайдалы болады, спортпен айналысады. Жақсы, Өте маңызды. Өте маңызды. Оқушылар, біздер егер қаққанымыз, бізде ең маңызды қызмет атқарады, иә? Мысалы, мектепке келуіміз, сабақ оқуымыз, жазуымыз, тұруымыз, тамақ ішуіміз барлығы неге жүреді? Қозғалыс арқылы жүзеге асып отырады. Яғни бүгінгі сабағымыздың тақырыбы адамның қаңқа құрылысы қозғалыстың қызметімен танысатын боламыз. Сіздерге видеоролик көрсетіледі қазір. Сол видеороликті көру арқылы сіздерге тапсырмалар беріледі. Сондықтан бірінші бейнематериалдарды тыңдап, мұқият есімізге сақтап отырайық, дейма. Осында берген мәліметтер болады, сол мәліметтерге байланысты сіздерге тапсырма беріледі. Жаңағы видеороликте түсінгеніміз бойынша бір сөздерімізді қорытындылап өтсек. Жаңа туылған сәбилерде 3 сүйек болады. Олар ересек кезде бір-біріне бірігу арқылы 2 сүйектен алады. Сонымен қатар омыртқа арқылы біз қозғала аламыз, иіле аламыз, айнала аламыз. Өте жақсы. Деген тапсырмалар жүріп отырады. Сол тапсырмаларды әркім өзін өзі бағалайды. Бүгінгі сабақтың ерекшелігі. Мына жерде 5 тапсырма берілген. Дөңгелектің ішіне, шеңбердің ішіне омалдық жүйе бойынша бағалайсыңдар. Мысалы, бірінші тапсырмада мен өте жақсы өзімді көрсеттім сіздерге 10 балл қоясыңдар, 9 балл қоясыңдар. Ал егер бұл сабақты мен қарсамам, әлі де түсінбегенім бар десеңдер, онда 4, 5 сондай бағалармен өздерін бағалап отырасыңдар, иә? Ең соңында сіздерді қорытындылап, мен өзім бір бағалап өтемін. Жарай ма? Әр тапсырма сайын өздеріңді бағалап отырасыңдар. They wanna keep us out. Сіздерге манағы бейнефильм бойынша көрсетілген сол мәліметтерді көп нүктенің орнына қалқылған сөздерді толтырамыз. Яғни өсегенен ол сүйектерін істейді. Сүйектермен бірігіп 200-ден астам сүйек болып қалады, иә? Өте жақсы, Данияр. 200-ден астам сүйектерден құралады. Өте жақсы.
фосфор және не тұрады? Кальций тұрады. Және соңғы сұрақ оқырсам, Мансұр келе ғой. Бас сүйек қанша сүйектен құралады? 22 сүйектен құралады. Өте жақсы. Олай болса, оқушылар, манағы біздің бағалау парағымызға өздеріңізді бағалай қойыңыздар. Жақсы, оқушылар, тақтаға. Тірек қимыл жүйесі үлкен екі бөлікке бөлінеді, иә? Бірінші ең жақ қаққа, ол бізде сүйектер, иә? Ал екіншісі белсенді бөлік, ол бізде бұлшық ет. Егер бұлшық ет болмаса, қанға өзінен өзі қозғала алады ма? Жоқ, оны қозғалысқа келтіретін бізде бұлшық еттер. Адамның денесінде 600-ден астам бұлшық еттердің түрлері болады екен. Мысалы, бет бұлшық еттері, аяқ бұлшық еттері, қол бұлшық еттері. Мысалы, адам әртүрлі спорттың түріне айналысқан сайын олардың бұлшық еттері де өседі екен. Мысалы, жүзумен айналысатын адамдарда олардың дене бұлшық еттері, қол бұлшық еттері, иық бұлшық еттері жақсы қалыптасады. Ал мысалы, тенниспен ойнайтын адамдарда қандай бұлшық еттері қалыптасады? Қол. Ал жүгіретіндерде аяқ бұлшық еттері жақсы қалыптасады екен. Енді қаңқаның қызметі қандай? Ағзаның барлық ұлғалары мен мүшелеріне тірек, ішкі органдарды қорғау және де минералды алмасу. Сүйектің құрамында кальций және фосфор минералды заттары болады екен. Келесі сіздерге тапсырма. Бірінші топқа сіздерге қаңқаның құрылысы, осы қаңқаның құрылысын қарастырамыз. Қарастыру арқылы оның қандай бөліктері бар, сол бөліктердің атауларын жазамыз. Барлығымыз бірге орындаймыз. Екінші топ сіздерге бұлшық ет. Бұлшық еттің суреттерін құрастырасыздар және бұлшық еттердің қызметтері қандай, соның барлығын осы постерге қойып шығасыздар. Және сол аттарын жаздық. Мысалы, мынау бас және бет бұлшық еті, мына жерде мойын бұлшық еті, жақ бұлшық еті, бас пен бет бұлшық еті, бетте көздер болады, мұрын, ауыз бұлармен біз адам тамағын шығарады, сөйлей алады, тыныс ала алады, көре алады. Бас бұлшық еті ол мидың зақымданудан сақтайтын бұлшық ет. Жақ бұлшық еті арқылы біз сөйлей аламыз. Кеуде бұлшық еті арқылы қолымызды жұмыс жасата аламыз. Қол бұлшық еті бір сәтте қимылдата аламыз, яғни жұмыстың бәрін көбіне қолмен жасаймыз. Аяқ бұлшық еті арқылы біз жүре аламыз. Бұл жерде жамбас. Жақсы, оқушылар құрастыру дұрыс па жалпы? Өте жақсы. Құрастырылған тапсырмалары анықталды. Келе ғой екінші топтан. Біріншісі бассүйек ол адамның бетіндегі қозғалыстарды. Бет қозғалысы. Ал екіншісі кеуде ол төменге иіліп өсінде кеудені жұмыс жасаймыз. Қолсүйек, қолды қозғалысқа келтіреміз. Білезік ол бізде білезік, алақан, сосын саусақ, сүйектерден тұрады. Олар бізде қабырғалар, бұл қабырғалар өкпе мен жүректі қорғайды. Ішкі мүшелерді қорғап тұрады. Сегіз көлік ол мына жерде орналасқан ең келген кезде емен бірге жұмыс жасайды. Ал жамбас сүйек ол қозғалмайтын сүйек. Өте жақсы. Аяқ сүйек, аяқпен біз жүріп секіре аламыз. Барлығы осы сүйектер арқылы қозғалысқа келеді. Дұрыс па оқушылар? Өте жақсы отыра қойыңыздар. Келесі үшінші тапсырма бізде Ленин әдісі арқылы жүзеге асады. Бұл жерде бізге бүгінгі тақырып бойынша бас сүйек берілген, қабырғалар берілген, барлық суреттер берілген. Және де бұлардың барлығын біз не істеуіміз керек? Жұптастыруымыз керек. Бірінші оқушы келіп, осы тапсырманы орындай қойсын керек.
келесі тапсырмада бізде ерінен әдісі арқылы жүзеге асады. Бұл жерде суреттер берілген және соның жауаптары берілген. Соларды біріктіру арқылы біздер жұптастырып тапсырманы орындай аламыз. Әр топтан бір оқушыдан шықсын. Бірінші Мансұр келе ғой. Бір тапсырманы орындай ғой. Манадан бері бізде қаңқа туралы білдік, қаңқаның қимыл қозғалыстың бізге қандай әсері бар екенін. Енді сол туралы өзіміздің де қаңқамызды қимыл қозғалысқа келтіру мақсатында бір жаттығу жасап жіберейік. Ол үшін барлығымыз орнымыздан тұрамыз, ыңғайланамыз. Мансұр, сізден бастап ары жаттығуларды орындап кетеміз. Бақытын аяқтаймыз. Инамат, сосын сен ары жалғастырасың. Шынықтырып алсақ, сіздерге екі топқа тапсырма беремін. Уақыт қойып қоямын оқушылар. Мына жерде берілген қаңқаның фотосы берілген. Соны қия отырып, тез арада құрастырып шығуымыз керек. Қай топ бірінші құрастырады, сол топ өте жақсы бүгінгі сабақты түсінгенін білдіреді. Жақсы оқушылар. Бірінші бізде аяқтап болды. Осы топ бойынша өздеріңді бағалай қойыңыздар. Екінші топ ал бірінші. Ерекшелігін сипаттай алдыңыздар ма? Сипаттады, адам қаңқасының негізгі бөліктерін біле алды. Өте жақсы. Келесі оқушылар тақтаға қарай пирамида әдісі арқылы бүгінгі сабақты қорытындылайды. Яғни бұл тақырып бойынша қорытындысы келетін сұрақтар болса, сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақтарыңыз болмаса, ондай мәселелерде өте жақсы дегенде түсіндіріп деп ойлаймын. Жақсы. Келесі тақырып бойынша есіңізде қалған екі сөз. Кім айтады? 22 секунд. Ересек адам сүйектерден астам сүйек. Жақсы. Келесі. Сүйек бұл шарет арқылы жұмыс жасайды. Жаңа туылған сәбилерде 3 сүйек болады. Өсе келе олары бірігіп 2 сүйекке айналады. Өте жақсы. Аружан, сен айтамын. Қаңқасыз адамды елестету мүмкін емес. Және омыртқада 26 сақина бар. Сүйекте 22 сүйек бар. Сүйекте 22 сүйек бар. 34-35 неден тұрады? 30 омыртқалардан тұрады. Жақсы. Келесі мына топ бойынша кім айтып өтеді? Бөлме тақырып бойынша 3 сүйекті қорытындылайды. Қабырға, өкпе мен жүректі қорғап тұрады. Өте жақсы. Отырады. Бүгінгі тақырып бойынша, өздеріңізді бағалау бойынша, кім өзінің қаншаға бағаласа, ортақ балын шығара ойыңыздар. Данияр, сен өзіңді қаншаға бағаладың бүгінгі сабақ бойынша? Барлық бал 37. Барлық бал 37. Өте жақсы. Мен саған осындай календар жасынамын. Себебі бұны келесі оқу жылында сабақ кестесін өзіңе сақтауға болады. Және де мына жерде бағасы қойылған. Өте жақсы деген. Аружан. Барлығы өте жақсы Аружан. Айбат, сенде де бар өте жақсы. Айшат. Барлығы 39. Өте жақсы Айшат. Келесі топта Аружан. 38. Өте жақсы сағанда. Иманаби. 44. Өте жақсы. Әлі 44 бал болмады өтінге ешкімге. 43. Өте жақсы басы. Мансұр. 35. Өте жақсы.
Аружан 29. Өте жақсы Арман. Келесі. Али сенде қанша болды? Барлығы 20 болды. Бүгінгі сабақта түсіндің бе? Көп нәрсені. Жақсы, өте жақсы. Инабат. Барлығы 38. Өте жақсы деген бағамен бағалаймын. Оқушылар ендеше сабақ аяқталды. Оқушы сау болыңыздар. Сау болыңыз.